бұл іс-шара жылдың басында әдетке айналған осы бір жастарға тәлім тәрбие беру мақсатында, ол кісілерге ескерту мақсатында арналып жатқан іс-шарамыз. Біз қоғам үшін аса маңызды тақырыпты талқылау үшін жиналып отырмыз. Мемлекетіміздің болашағы сіздер, жас ұрпақтың қолында. Сондықтан заң мен тәртіпке құрметпен қарау әрқайсымыздың азаматтық борышымыз. Жастар арасында құқық бұзушылықтың алдын алу тек полицияның емес, бүкіл қоғамның міндеті. Әр студент заңға бағынса, қоғамдағы тәртіп нығаяды. Электр самокаттарды жүргізу бойынша қатаң тосқаулар қойылған бізде заңмен. Ол біріншіден, әр азамат электр самокатты жүргізу барысында кем дегенде бір қолмен емес, екі қолмен электр самокаттың рулін түзгіндеу керек. Екіншіден, бір электр самокат ол тек қана бір адамға ғана арналған құрылғы. Үшіншіден, жаяу жүргінші жолдармен, яғни тротуарлармен жүрген кезде электр самокаттың жылдамдығы 6 км/сағатынан аспау керек.